ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Сіз отец дейсіз? Иә, мен. Мен сізге бір шаруам болып тұр еді. Сізге сөйлессем болады ма сол туралы? Сөйлесейік, как раз вопрос қазір. Аха. Отец мен шаруам былай еді. Маған жұмыс керек. Осы мен жасым 50-ге келіп қалды, бірақ істеген жұмысымның кескінің бәрі жаман болды. Біресе мусорщик, біресе жаңағы дворник, біресе акиматтағы бапкерші болып келді, біресе пол жуушы адам болды. Енді сол нормально жұмыс істегім келіп тұр, кішкене өлер алдында. Өзің жалпы былай мамандығың жоқ қой сонда? Мамандығым жоқ, иә. Уақытша жұмыстар бәрі. Иә, барлығы уақытша жұмыстар. Бір уақыттар киллер болып істеген, біреуін өлтіреді сондай. Қазір сол жұмыссыз болып жүрген ғой. Киллер болып істедің ба? Аха, киллер болып істеген. Шаршап кеттім ондай жұмыстардан. Шыны керек, нормально жұмыс істегім келеді, сол сіз береді дейді ғой жұмыстарды. Былай ғой, есімің? Мен есімім Бекет. Бекет, иә. Аха. Өзің жалпы бойшаң жігіт екенсің, денелі екенсің. Аха. Менің жаңағы сырттан телохранительдерді көрген шығарсың. Аха. Иә? Иә. Олар да тәжіктер мысалы. Мен жалпы қайқа басам да жалғыз өзім жүрмеймін. Аха, неге? Қорқасыз ба? Қалай ойлайсың жалпы? Жоқ, білмеймін ғой, сізден сұрақ тұрмын содан. Солардың қатарына қоссам сені. Аха. Телохранитель. Иә. Айлығың $2 миллион жете ма? 2 миллион ба? Иә. Жетеді. Смело жетеді ғой, бірақ не істеймін, сізді қорғап жүремін ба? Мен қаяқтан жүремін, сол жақта жүрсің, күреш менің көлеңкемсің ғой сен. Аха. Түсіндің ба? Сіз туалетке кірсеңіз мен де кіремін ба сол жаққа? Туалетке кіремін, шыстап қосалтын өзің білесің күреш. Главный. Сізбен бірге шығып кетемін ба? Менің елім жауым көп мысалы үшін. Дұрыс қой, өзің түсін. Неге? Сен болдың сұрағың көп екен. Аха. Сен жаңа точно жұмыс істеуге келдің ба сен? Иә. Онда сөз қысқа. Все болды. Қашан кірсеңіз жұмысқа? Сен ертең азанда Аха. 7:30-ға таман кеш. Иә. Жігіттер өзі күтіп алады сені. Иә. Ары қарай өздері түсіндіреді жұмыс барысын. Аха. Түсіндің ба? Түсіндім. Шоттардың бәрі ашық қой. Шоттар? Қандай шоттар? Айлықтың айлық келген жоқ мысалы. Менде шот жоқ, братан. Мен банкте вообще оформлен емеспін ғой. Жоқпын мен. Сол ертең азанда кел, жігіттерің жоқ, соның тірліктерін бәрін бітіріп береді саған. Ары қарай жұмысын салға тұрасың. Түсіндің ғой? Аха. Қазір не істейін? Қазір жүре берсең болады. Все болды онда, Абди Бахан кетті, мен давай кетеміз.